Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге Нұр Имам парақшасы. Бүгін сіздерге мен 12 күнде бір жылдық қаза намаз өтеу әдісін үйретпекшімін. Ол үшін ең алдымен бір ғана намаз өтеуіміз керек. Яғни, мысалға алатын болсақ, таң намазын. Ең алдымен бірінші күні біз таң намазын оқып болғаннан кейін және күн шығып 40 минут өткен соң ғана 6 таң намазын қазасын өтейміз. Екінші, бесін намазын өтеген соң 6 таң намазын қазасын өтейміз. Үшінші, екінті намазы оқып болғаннан кейін күннің қызғылт бола бастағанына дейін 6 таң намазын қазасын өтейміз. Төртінші, ақшам намаздан кейін, егер де ораза болмасаңыз, бірден ақшам намаздан кейін 6 таң намазын қазасын өтейсіз. Егер де сол күні ауыз бекітіп ораза ұстаған болсаңыз, әлбетте ақшам намаздан кейін бірінші тамақтанып аласыз. Сосын барып қазанызды өтейсіз. Бесінші, құптан намазын толық оқып болған соң 6 таң намазын оқып өтесіз. Енді егер де сіз бір күнде осы 5 уақыт намазда 6 таң намазын қазасы өтейтін болсаңыз, ол дегеніміз бір күнде сіз 30 намаз, яғни ол дегеніміз бір айлық намаздың, яғни бір айлық қаза намазды сіз бір күнде оқисыз. Енді 30-ды біз 12 күнге көбейтетін болсақ, ол дегеніміз 360 намаз. Яғни ар жағында 5 намаз қалады, сонымен ол бір жылдық намаз болып есептелінеді. Осы жерде ескере кететін нәрсе, қаза намазын макрух уақыттары бар. Мына жақта айтып жатқанымыз, бұның барлығы макрух уақыт, яғни ол дегеніміз бірінші макрух уақыты, ол таң намазын уақыты кіргеннен күн шыққанға дейін, және күннің 40 минут көтерілгенге дейін намаз оқылмайды. Яғни күннің 40 минут көтеріліп біткеннен кейін ғана қазаны өтесіз. Одан кейін екінші макрух уақыт, жаңағы айтқанымыз күннің 40 минут көтерілгеннен бастап, яғни бесін намазының уақытының кіруіне 40 минут қалғанға дейін екі аралықта намаз оқисыз. Яғни бесін намазына 40 минут қалғанға дейін оқып аласыз да, әрі қарай оқысаңыз бесінге дейін ол макрух уақыт болып саналады. Үшінші, бесін уақытынан бастап күннің қызғылт болғанына дейін оқи аласыз. Егер де сіз күннің қызғылт болуына дейін үлгермесеңіз оқып, әрі қарай оқысаңыз, ол макрух уақыт болып саналады. Алла тағала осы білгендерімізді жүзеге асыруды, және де осы құлшылықтарды өзінің құзырында қабыл болған амалдардан болуды Алла нәсіп етсін.